Үшінші тақырыпта біз облигация деген не деген сұраққа толық жауап беретін боламыз. Қазіргі кезде облигацияға адамдардың қызығушылығы артып жатыр. Өйткені көп адам түсініп жатыр облигацияның депозиттен артықшылықтары бар екенін. Соған байланысты бір жағынан өздерінің суммаларын диверсификациялау мақсатында, яғни бір активте ұстамай, бірнеше активтерде ұстау мақсатында осы облигацияға көшіп жатқан адамдар өте көп. Және облигацияның акциямен ұқсастықтары бар. Сондықтан адамдар облигацияға көшіп жатыр. Бірақ көп адам облигацияның ішіндегі нюанстарды, жалпы жағдайларды біле бермейді. Тек қана интернет желісінде көптеген қызығушылық мақсатында алып ұстап отқан адамдар болуы мүмкін, бірақ шындығында келгенде өздерінің алатын пайдаларын, купондарын қалай есептеу керек екенін білмейді. Сондықтан сондай адамдар үшін осы тақырып арналады. Енді облигация деген не деген сұраққа жауап беріп кетейік. Қарапайым тілмен айтатын болсаңыз, сіз ақшаңызды компания немесе мемлекетке қарызға бересіз. Ал сіздер депозит ашқан кезде сіз өздеріңіздің ақшаларыңызды ол банкке, яғни банктерге қарызға бересіз. Бұл жерде компанияларға бересіз, немесе мемлекетке қарызға бересіз. Оның ар жағына тоқталмай қойып, не үшін береді, оны не үшін алады компаниялар, ол өзі бөлек тақырыпта түсіндіру керек. Ал олар сіздер ақшаларыңызды алғаннан кейін сізге белгілі бір пайыз төлеп отырады. Сол пайызды купон деп атайды. Яғни банктарда процент болатын болса, яғни пайыз деп есептейтін болсақ, бұл жерде біз купон деп есептейміз облигацияда. Ал Қазақстанда барлық облигацияларды білесіздер, 1000 теңге тұрады. Қазіргі кезде барлық облигациялар осы 1000 теңгемен жарияланады. Нарыққа ең басында шыққан кезде. Енді нақты мысал келтірсек, Қазақстан форматында 10 облигация сатып алдыңыз, 10 облигацияңыз сізде бір облигацияңыз 1000 теңге болатын болса, жалпы инвестицияңыз сіздерде 10 000 теңге болады. Купон дегеніміз жаңа айтып өттік, пайызыңыз жылына 1 рет төленеді, немесе 2 рет төленеді. Кейбір компанияларда 4 рет төленеді, ал кейбір компаниялар ай сайын төлеп отыратын компаниялар да бар. Әрқайсысының купондары әртүрлі. Бұл деген 20% дегеніміз жылдық. Түсінесіздер ғой, бір жылда сіздердің алатын проценттеріңіз. Мысалы, компаниялар айтып өттім, жаңағы бір айда төлейтін, бір ай сайын төлеп отыратын компаниялар бар. Бір ай сайын деген бұл жерде 20% төлеп отырмайды, оны нәрсені түсіну керексіздер. Осы 20%-ің сіздерде 2%-ін, 1,5%-ін төлеп отырады, яғни бір жылда жалпы суммасы 20% болып шығады. Көп адам осындай бойынша менен сұраған, жалпы консультацияда кейбір адам сұрақ қояды, жекеге жазатын адамдар бар. Сонда қалай ол деген сияқты. Көп адамдар жалпы жарты жылда қанша табатындарын білмейді. Мысалы, егер сіздердің купондарыңыз, бір жылдық купондарыңыз 20% болатын болса, жарты жылда сіздер осының жартысын ғана аласыздар, яғни 10%-ін аласыздар. Бір жылда 20%-ін аласыздар. Дәл солай кете береді. Түсініп тұрсыздар ғой, табыс, яғни 20% дегеніміз осы 10 000-ды 20%-ін есептейтін болсаңыздар, онда сіздерде 2000 теңге шығады. 2000 теңге. Яғни жарты жылда 1000 теңге аласыздар қолдарыңызға. Бір жылда 2000 теңге қолға аласыздар. Егер 10 000 теңге салатын болсаңыздар, одан көп салатын болсаңыздар, әрқайсысының процентін өздеріңіз есептеп алсаңыздар болады. Яғни 20%-ін шығара саласыздар. Ай сайын емес, көбінесе жылына 1-2 рет төленеді екен. Көп компанияларда негізі 1-2 рет төленеді. Өздері біледі. Әр компания өздері шешеді. Енді купон деген не екеніне салсақ, купон деген сіздің табысыңыз. Жаңа айттық қой, 20%-ін алуыңыз мүмкін. Кейбір компанияда 15%, кейбір компанияда одан көп болуы мүмкін. Оны біз қазір келесі сабақта, практикалық сабақта мен сіздерге көрсететін боламын. Танысатын боламыз. Енді мысал келтіретін болсақ, 1000 теңгенің облигацияны біреуін сатып алсаңыз, 20% купон беретін болса, жыл сайын, онда бір жылда сіздер 200 теңге табасыздар. 1000 теңгелік облигациядан. Суммаңыз көп болған сайын, яғни сіздердің табатын ақшаларыңыз, пайдаларыңыз көбейе береді. Купоннан түсетін пайда. Енді облигацияның түрлері бар. Облигацияның түрлері мемлекеттік облигация болады. Өте сенімді облигация болып табылады, өйткені мемлекет ешқашан дефолтқа ұшырамайды, құрдымға кетпейді. Осындай жағдайда ол сіздің ақшаңызды міндетті түрде қайтарады. Ең сенімді облигация. Одан кейінгі облигацияның түрі ол компаниялардың облигациялары. Мысалы, Кегок, Қазмұнайгаз, мысалы
Ұлттық банктың облигациялары бар. Бірақ қаншалықты компания үлкен, өзіне сенімді болатын болса, соншалықты төмен процент ұсынады. Яғни бұл жерде процент деп отырғаным ол сіздердің купондарыңыз. Бірақ егер сіздер кішкентай компаниялар, қаржылық жағдайы нашар компаниялар болатын болса, олардың беретін проценттері жоғары болады. Өйткені оларға міндетті түрде ақша керек, ол ақшаны алу керек, ол ақшаны облигация түрінде алады. Одан кейін ол компанияларда белгілі бір жағдайлар орын алуы мүмкін. Сіздердің ақшаларыңызды қайтара алмай қалуы мүмкін, компания жабылып қалуы мүмкін. Ондай тәуекелдер бар. Бірақ түсіну керек нәрсе, облигацияның тәуекелі ол акцияның тәуекеліне қарағанда төмендеу. Мысалы сіздер банктерге салатын болсаңыздар, банктер өздері 10 миллион теңгеге дейін сіздерге гарантия береді, одан кейінгі суммаға гарантия бермейді сіздерге. Түсінесіздер ғой, иә? Компанияларда, облигацияларда ондай гарантия жоқ. Бірақ компаниялар үшін облигацияның купонын төлей алмай қалу ол компанияның беделіне тікелей әсер ететін фактор. Сондықтан олар міндетті түрде төлеуге тырысады. Бірақ компания егер жабылып қалатын болса, ал ол сіз компанияның облигациясын өте үлкен көлемде сатып алған болсаңыз, онда сіздің ақшаңызды жоғалтып алу ықтималдылығы өте жоғары. Осы нәрсені түсіну керек. Енді облигация мен акцияның арасындағы айырмашылықты көрейік. Облигация сіз қарыз бересіз компанияларға, сіздерге тұрақты табыс түсіп отырады, яғни купон арқылы. Және рискі төмен болады, егер мемлекеттік облигацияны алсаңыздар. Егер корпоративтік облигацияны алатын болсаңыздар, оның рискі орташа болады. Акцияларда сіз компанияның үлесін аласыз, миллионнан бір үлесін аласыз, немесе басқаша үлесті аласыз, 10 миллионнан бір үлесті алуыңыз мүмкін. Бірақ компанияның белгілі бір үлесін аласыз, табыстарыңыз белгісіз, жоғары рискті талап етеді. Сондықтан акцияны таңдауда өте үлкен жоғары білім керек, жоғары түсінік керек. Кез келген акцияны түсінбей, білмей сатып алуға болмайды. Келесі, практика есебінде, егер сенде 20 облигация алған болсаң, бір облигацияң 1000 теңге екен түсінікті, купон 15% болатын болса, жылдық табыс қанша деген жаққа жауап беріп өтейік. Бұл ең қарапайым есептердің қатарында жалпы ақшаны есептеу үшін 20 облигация алғанда осы 1000 теңге көбейтесіздер, сіздерде 20 000 теңге шығады. Осы 20 000 теңгенің 15%-ін шығаратын болсаңыздар, сізде бір жылда алатын ақшаларыңыз шығады. Ол сіздерде 3000 теңге болып табылады. Оны түсіну керек. Қаншалықты ақшаларыңыз көп болатын болса, мысалы 100 000 теңге болатын болса, сізде бір жылда 15 000 теңге түседі. Кәдімгі депозит есептеген сияқты есептейсіздер, бірақ нюанстары бар. Оны мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Әрине оны келесі сабақта көрсетемін, практикалық сабақта қалай есептеу керек екенін, және сол келесі сабақты мұқият көріңіздер.